Жартылай өткізгіштердегі электр тоғы еркін электрондар мен кемтіктердің қозғалысы арқылы пайда болады. Температура артқанда немесе жарық түскенде валенттік байланыстар үзіліп, еркін электрондар пайда болады. Электрон кеткен орында кемтік түзіледі. Қоспалы өткізгіштер N типті және P типті болып бөлінеді. N типте негізгі тасымалдаушылар электрондар, ал P типте кемтіктер болады. P және N ауысу екі түрлі өткізгіштің түйіскен жерінде пайда болады. Бұл аймақта ішкі электр өрісі қалыптасады. Тура қосылғанда P-N ауысу арқылы ток өтеді. Кері қосылғанда ток өте аз болады. Жартылай өткізгіш диод тоқты бір бағытта ғана өткізеді. Жарық диод электр энергиясын жарыққа айналдырады. Транзистор үш қабатты жартылай өткізгіш құрылғы. Ол электр сигналдарын күшейтуге арналған. Жартылай өткізгішті құралдар қазіргі электрониканың негізін құрайды. Олар компьютерлерде, телефондарда, жарық диод шамдарда және күн батареяларында қолданылады.